Мам! Болды, мен Ануар менен тұрмайым. Неменеге сен қайтып келе бересің, а? Осы үйдің адресін ауыстырып көшіп кететін шығармыз енді біз. Енем достала уже. Даже телефон көрсетпейді. Я больше так жить не смогу. Әй, я не могу жить без него деп өзің емес па байға тиген? Енді қай бетіменен кетіп тұрсың? Жоқ, мама, кеше үйге қонақ келген ғой. Мен мешать етпейін деп басқа комнатаға телефонмен барсам, енем кеп ұрсып тастады. Жынданғаннан киімдерім жинадым да кетіп қалдым. Ей, ақымақ! Сен қонақ келген кезде телефон емес, шайнек тұстап отыру керексің. Есің дұрыс па сенің? Әкел шан телефонды. Әкел. Бер. Мә, мынаны ал. Енді енеңмен өмір ұспайтын боласың. Мам, мен ескі телефон не істеймін? Сен не мынаны менсінбей тұрсың ба? Қалай не істейсің? Сен бұнымен тамақ істейсің, қонақ келгенде қонақ күтесің, дастархан жаясың, енеңмен зымия ойнайсың. Бар, кет. Бармайым. Кетті, енеңнен кешірім сұра бар. Жоқ, енем өзі қатесін түсініп маған звондасын, кешірім сұрасын, сосын барып бірақ барам. Осы әлемде бір ене өзінің күнәсін мойындап келіннен кешірім сұраған болса, мен сенің әкеңе тоқал алуға рұқсат етер едім. Бар, кет. Ана барақолқыңды ал да, көзіме көрінбе. Енеңне барып кешірім сұра. Айтты болар, кет. Қызым, тоқташ. Мусор тарып кетші. Артыңа қарама, қызым. Есікті жап. Бесінші үй, 6-шы квартира. Жоқ, 6-шы үй, 5-шы квартира. Жоқ, 6-шы үй, 4-шы квартира, 5-шы этаж. Я. Мам, болды, мен шаршадым. Бекамен ажырасам, прям сил нету, осы үйде қалам. Вообще-то сен бұл үйде қонақсың. А менің қонақ күтетін настроением жоқ. Так что давай, қай. Мам, тыңдасаңызшы. Ал айтшы, не айтасың, Сайра? Енем менің жасаған тамағымды вообще ұнатпайды. Дұрыс қой енді. Қыз күнінде сенің үйде жасаған тамағыңды енең түгіл үйдегі ит те жақсы көрмейтін. Жоқ, хотя бы бір рет болса да мақтаса болады ғой. Дұрыс дейді. Өйткені оның да енесі кезінде оны мақтаған жоқ. Сосын есінде болсын, енелерді ешқашан жеңбейсің. Сіз жеңдіңіз ғой өзіңіздің енеңізді. Ну енді менікі техническое поражение алып кетті ғой. Марқұм. Кеше мен ужинға вупи-пай жасап бердім. Біреу де жеген жоқ вупи-пайын. Әй, бері қараш сен өзің. Адам деген ужинға кешкісін дұрыстап ыстық тамақ ішу керек қой. Ладно, енем манты жегісі келсе, Бека, борщ жем дейді. Сонда кім тыңдау керекпін мен? Сен бейт. Мантаварканы ал да, астына борщ де, соның буына үстіне манты істе. Вообще сен неме басым қатырып тұрсың? Қазана келет, әкең қырып жойып, тамақ барма деп. Тамақ істеу керекпін. Бар, кетші. Кетші бар, кет көзіме көрінбе. Бар. Тоқта, бергел, кел. Кірсеш. Не болды, мама, сонша? Не болды? Көршілер. Кетті ау. Көріп қалмай тұрған кезде кетші бар, кет. Шықшаш, кетші бар, кет. Ой, әкеңнің қызы. Не? Рахмет айналайын. Жақсы. Мам, мен шаршадым. Әй, мен де шаршадым сенен. Саған қарағанда анау 90-шы жылдары үйден бар ғой, тараканды қуып шығу оңай шығар. Қазір кетпейтін болсаң, өз обалың өзіңе. Тамағыңа сол тараканның уын қосып берем. Мам, так же нечестно. Менің Бекам күні-түні терін төгіп, шаршап жұмыс істейді, ал оның айлығын мен емес, оның мамасы ұстайды. Өлмейсіңдер.
Кезінде осы үйді алған кезде әкеңнің бүкіл ақшасын банк ұстаған. Енең дұрыс дейді, ақшаны үйде бір-ақ адам ұстау керек. Сол бір адам мен болу керек шығармын. Ол даже Беканың карточкасын өзіне алып алған. Енең дұрыс дейді. Сендерге салса, сендер тек қана бүгінмен өмір сүресіңдер. Ол ертеңіне қарайды. Қайдан білесің? Мүмкін Бека екеуіңе үй алам деп жинап жүрген шығар. Мүмкін немерелеріне жинап жүрген шығар. Ал сонда біздің өмір қайда? Мен де Бека екеуміз қымбат киініп, қымбат жерде қыдырғым келеді. А не этот, үйдегі тұрған коробка шоколад алып, біреуіне қонаққа барып, еще күнде жареный картошка жеп. И вообще, мам, вот папаның айлығын почему-то сіз ұстайсыз, ал неге менің күйеуімнің айлығын басқа біреу ұстау керек? Сен өзі алған айлыққа үйге ұн, шекер, картоп, құрт, кәмпит, пешена, ет, макарон, гречка, күріш сатып алып, үйдің кредитін төлеп, машинаның кредитін төлеп, телевизордың кредитін төлеп, телефонның кредитін төлеп, кредиттің кредитін төлеп. Енеңнің ақшаны қайда жұмсадың деген сұрағына жауап беруге дайынсың ба? Жоқ. Онда атам басына келдің ба? Бар кет. Мам, таксиге ақша беріңізші. Менде көк тиын ақша жоқ. Мен сонда қалай қайтам үйге? Екі аяғымен қайтасың. Мам! Болды. Мен шаршадым. Ана үйде маған покой жоқ. Сен әр келген сайын менде де покой қалмайтын болды ғой. Шіркін-ай, кезінде мен сен емес, мына картопты өсіруім керек еді. Осы пайдалы еді маған. Мам, сіз түсінбейсіз. Ол үйде ешкім менің болашағымды ойламайды. Сен бала табу керексің, жұмысқа шықпайсың дейді. Шіркін-ай, кезінде осы сөзді есту үшін ана жемпейтін қаздары бір-біріменен қырылып төбелесетін. Ал сен істеп тұрғаның мынау. Мама, сонда мен дипломдарым дымға жарамай қалды ма? Қарағым, біз сені жұмыс істеу үшін емес, ана қалың малыңды көтеріп алу үшін оқыттық. Туй, мам, мен де карьера жасағым келеді. Жаса? Күйеуіңе ұл жаса, күйеуіңе қыз жаса, манты жаса. Міне саған карьера. Мам, сіз қалай түсінбейсіз? Қазір 21 ғасыр. Қазір күйеуі мен әйелі бірге жұмыс істей береді. Ойбай, онда екеуің бірігіп бала туыңдар. Мам, айтпақшы, мен бір жерден оқыдым. Әйелі күйеуінің аузына қарап отыруға болмайды деп жазған. Оны қандай қаншық жазыпты? Бар, кет. Ана күйеуіңнен кешірім сұра. Айтпаса Құдаға естіп қалып масқара болармыз. Енең естіпеген шығар? Естіді. Ол да маған ұрысып берді. Сенің жұмысың көп бала табу керек деп. Сен не дедің? Мен де оған айттым. Сіз де кезінде бір-ақ бала тауып, өзіңіздің жұмысыңызды жасай алмай қалдыңыз ғой деп. Енең не деді? Оқтай берсе бола ма? Оқтаған нес? Саған не то что боқтау? Сөйлеуге де болмайды. Бар. Күйеуіңмен енеңне тез бар да кешірім сұра. Кет бар. Мам, тоқтаңыз, тыңдаңызшы. Бар. Кет, жоғал. Сен емес, мен осы чемоданды аяйым. Ойпырмай, мына қазақ тілінің мұғалімді боқтайды екен ау, Соған қарағанда Құдағайда не подарок болды ғой. Қаман 2.56 үй. Қашан 5 минуттан кейін? Жарайды. Қыз, 5 минут уақытым бар. Айт, не болды тағы? Мам, мен шаршадым, болды ажырасам. Осы сен шаршадым деген сөзді айтудан шаршаған жоқсың ба? Не болды осы жолы? Не, ұрды ма? Жоқ. Ішіп келді ма? Жоқ. Әлде қыздармен ұстап алдың ба? Жоқ. Онда неге шешеңнің үйіне келе бересің сен, Бар, кет жоғал. Мам, мен ойда қала алмайым. Ойда қалсам, адам сияқты сериалды көре алмайым, бірге отырып тамақты іше алмайым. Маған қарағанда ақтөске внимание көбірек аударады олар.
Ей, мен саған баяғыда айттым ғой, егер сенің аяғың ауыр болса, Бека былай тұрсын, енеңнің өзі алақанына салып ұстайды ғой. Енді үйге шошаңдап келе бергенше әрекет қылмайсың ба? Мам, ол Бека бар ғой, менің қыздармен қыдыруға жібермейді. Алдында қыздар клубқа барды, о жаққа жіберген жоқ. Кафеде жиналды, о жаққа жіберген жоқ. Апта сайын біз шопинг жасайтынымыз бар еді, ол да қалды жайында. Тоқташ, осы сенің Бекаң барлық жерге жібермейді да, неге именно біздің үйге жіберіп қояды, а? Қайта қуанбайсың ба? Беканың жібермегенде. Ақшаның бәрі эконом қалтаңда қалды. Жоқ, мам, сіз қарасаңызшы. Менің алдымда туған күнім болған кезде мен дастарханды өзім дайындап жасадым. Туған туыстар, көршілер келіп шай ішіп, рахаттанып тойлады. Не подаркалар да жоқ маған берген. Көргенсіз. Сон ұялмай айтып тұрсың ба? Қайта қуанбайсың ба? Сендей кезімізде әкең туған күнімізде ішпей сау келсе, үйге соның өз подаркі болатын. Туй, мам, мен деген бір жаққа қыдыруға барамыз деп 20 мыңға мейкап жасаттым. Сосын балтында жыладым. Сен емес, сенің бояуға 20 мың берген Бека жылау керек. Кет жоқ бол. Осылай бола беретін болса, мен құрбыларымның барлығынан айырылып қалам бір күні. Ей, сен ана құрған қыздарыңа қарай жүгіре бергенше, неге енеңмен подружка болып алмайсың? А? Зато күнде көріп тұрасың. Бекадан да рұқсат сұрамайсың. Сосын счетқа скидывать етпейсің. Бар, кет, таксиін кел, құры. Бармаймын мен ешқайда, мам. Бүгін пятница, менің қыдыруым керек. Ей, бүгін пятница емес, бүгін жұма. Жұма күні сен үйде келін құсап, жет шелпегін жасап отыру керексің. Бар кет, үйіңе барып отыр.